Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Сіздерге дайын ашық сабақ 7-ші сынып геометрия пәні бойынша тақырыбы сыбайлас және вертикал бұрыштар, олардың қасиеттері. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты 7-1-1-10 сыбайлас және вертикал бұрыштардың қасиеттерін дәлелдеу және қолдану. 7-1-1-32 перпендикуляр ұғымын білу. Жалпы сабақ өте жақсы жасалған, құрылымы тамаша, көрсеңіздер болады. Ұйымдастыру кезеңі топқа бөлу, геометриялық фигуралар арқылы үй тапсырмасын тексеру, алтын сақа әдісі арқылы зымыран сұрақтар қойылады. Қазір алтын сақаны ашып көрсетейін, осындай сұрақтарды өзгертсеңіз де болады. Одан кейін топтық жұмысқа беріледі 3 тапсырма, 3 топқа. Мына жерде шешуі барлық тамашада жазылған, дескрипторлары берілген, функционалдық сауаттылық сияқты берілген тапсырмалар қарасаңыздар, сүйретімен, сызбасымен. Одан кейін жеке жұмыс беріледі Kahoot платформасында осындай тәрізді жұмыстар беріледі. 8 есепқа бар ол жерде. Одан кейін жұптық тапсырмаға оқулықпен жұмыс берсеңіз де болады. Егер оқулықта есеп болмаса, осындай жұмыс парақтары бар, жұмыс парақтарын көрсетемін. Бірнеше есептері бар. Ең соңында сабақты бекітуге Learning Apps платформасында ақиқат жалған екенін оқушыларға тұжырымы. Енді бұл қамажасы, енді қамажыдан кейін сіздерге слайдын көрсетейін. Барлығын көрсетейін, қарап баса аласыздар. Мінекей слайды берілген. Тапсырмалар, сілтемелерде барлық QR кодтарда бұл слайды. Енді алтын сақаны көрсетейін. Алтын сақа әдісі ол сабақты қайталау мақсатында оқушыларға қоясыз, тақтаға шығарып. Қайсы оқушы, мысалы, қайсы оқушылар сұрағыңыз келді, содан сұрағыңыз болмаса, жеке-жеке шығарыңыз, әр топ. Мінекей бірінші сұрақ, бірінші асық осылай шығады. Осындай сұрақтар шығады. Перпендикуляр түзулер дегеніміз не, сыбайлас бұрыштар неше градус, әр сұраққа жауап берген оқушыны бағалап отырыңыз, марапаттаңыз, өте қызық. Одан кейін жұмыс парақтарын көрсетейін. Жұмыс парақтардан электронды түрде бірнеше тапсырмалар бар, сызбалар көріп шықсаңыздар болады. Одан кейін тағы да жұмыс парағы бар. Бұл жерде тағы да есептер берілген. Жаңағы есепке ұқсамайды, қысқаша. Енді сіздерге арнайы платформада жасалған керемет тапсырмаларды көрсеткен. Бірінші Kahoot ойыны жеке тапсырма берсеңіз болады. Енді өзіңіз көресіз, бұл жерде телефон қажет болатын деп. Егер экранда болатын болса, экран арқылы да көрсетсеңіз болады. Үлкен экрандар болады, сол жерге де шығарсаңыз, дауысы шығады, музыка тапсырмалар өте қызық. Классик мода дегенді басады. Solo play дегеннен кейін классик моданы басасыздар. Одан кейін Game on. Енді атын жазса болады, мысалы үшін аты жөндерін жазса, барлық бір уақытта кірсе, оқушылар өте керемет болады. Енді осы жерде біз тапсырмаларға тоқталамыз. Сыбайлас бұрыштарға есептері. Мінекей дауысын көрдіңіздер ме? Дауысы шығып жатыр. Өте керемет әріптестер. Сызба бойынша есепті шешіңіз. Есептіде несі сүйретіп көрінеді. Мына жер 30 градус болса, сызба оғы бұрышы табылды. Перпендикуляр осы секунд біткенде немесе бар белгілеп болса, келесі сұраққа ауысады. Next дегенді басып келесін. Бұл жерде жылдамдықта керек. Сіз неғылым жылдам белгілесіңіз, қай берілді. Есебін қараңызшы, мына жерде керемет тапсырма. 1, 2, 3, 4 бұрыш табу керек. Мына жерде бірді табу үшін 130-ға вертикал бұрыш, онда бірінші бұрышқа 130 болады. Ал бірінші бұрыш 130 болса, мына жақ сонда 50 болады, сыбайлас бұрыш. Мына 2 50 болады. Ал мына тік бұрыш болғаннан бұл 90 болады. Бұл енді дұрыс немесе бұрыс деген тұжырым. Сыбайлас бұрыштарын қосын 180 градус. Бұл дұрыс пікір. True деген дұрыс, false деген қате. Дұрыс пікір болса, true болса, бұл балалар ағылшыншаны жақсы біледі.
бұрышын неге тем мына жерде суретке қарап есепті шығару керек. 146 болса сызбайлас сызығына тап дейді. 180-нен 146-ға азайтамыз. 34 градус болады. Одан кейін сурет бойынша есепті шеш дейді. Енді бұл жерде мынаны анықтауымыз керек. Есеп шығарады балдар, уақыт беріледі ғой. Мына жақ 110 болса, мына жағы қанша болады? 75 градус болады. Сызбайлас А дегенде, С дегенде есептері бар әріптестер. Барлық жан-жақты қамтылған жабық сұрақтар бар, ашық сұрақтар бар. Сараланған тапсырмаларды былайша. Балдарға өте қызық. Экранға шығарып қойыңыз есеп. Енді мынау көлемдегі есеп, бұны шығару үшін мына суретке қарайды. Мына 4 бұрыштың шамаларын табу. Мына А, О, Ф 74 болса, онда Ф, О-дан қанша болады? 74. Тік бұрыш мына 90-дан азайтса, сонда 16. Демек С, О, Е-міз 16. Осы 16. Мына жақ В, О, Е деді. В, О, Е, ол да 74 болады. Сонда бізде қайсы дұрыс жауап бар? Ең соңында қанша балл жинағанын өзі. 5-ші орынға шығып тұрғанында көруге болады. Бұл енді бірінші платформа, бұл бірінші тапсырмалардың үлгілерін ұсыну, бірнеше үлгісін мұғалім сабақта қолдану. Егер екі бұрыштың қабырғасы ортақ болса, онда олар сызбайлас бұрыштар болады. Бұл сабақты бекітуге ең соңында жалған ақиқат деп жазады. Бұл жалған, яғни бұл жерде толық жазылмаған ережеде қалай не бар бізде, соны жаттау керек оқушылар. Егер бұл шынында ережені жаттаған бала болса, оның дұрыс бұрыс екенін біледі. Жалған тұжырым, жалған ақиқат деп кіші әріппен жазу керек. Егер екі бұрыш тең болса, онда оларға вертикал бұрыштар да тең болады. Бұл ақиқат. Мінекей ақиқат. Дұрыс болса, мына дұрыс деп шығады. Екі бұрыш сызбайлас болса, онда олар әрқайсысы доғал бола алады. Жалған ба? Екі бұрыш сызбайлас болса, доғал бола алмайды. Доғал болса 180 асып кетеді. Ал бізде сызбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градус. Сүйір бұрыш пен сызбайлас бұрыш доғал болады. Онда бұл дұрыс, біреу сүйір болса, онда екіншісі доғал болады. Ақиқат. Тік бұрыш пен сызбайлас бұрыш тік бұрыш болады. Ақиқат тік бұрышпен, өйткені 90-90-ның 180, екеуі де тік бұрыш. Сызбайлас бұрыштардың қосындысы 360 градус. Бұл жалған. Енді керемет жетістік, бәрі бітті. Енді әріптестер, бұл жерде топқа бөлу барлығы бар. Кері байланыс, бағалаудың түрлерін де сап қоямыз. Кері байланысқа ең соңында рефлексияға, асық рефлексиясы, ол жасанды интеллектке жатады. Ол да алдыңғы сабақтарында көрсетілген. Көрсеңіздер болады. Егер ұнаса, WhatsApp-ға шығыңыздар, бағасы қолжетімді, мақсат ағай деп шығады. Жазыңыздар, алыңыздар, керемет ашық сабақ. Бұл ашық сабақтардың бәрі сақталып тұрады телеграмдарыңызда. Алдағы уақытта өтіп сайыстарға да қатыссаңыздар болады.